Ағамасыз ба, денсаулығыңыз әбет па, аман тұрдыңыз ба? Аман есен жаттыңыздар ма? Үйштеріңіз аман жоқ па? Мен сол кезде бір сізден барып танымаймын ғой енді. Сеніп барып сол бір дәріні алдым ғой. Алып қайтып келіп содан шыдай алмай іштім. Осы жерде бір 25 күндей паулығып бір айға жеткізбей іштім. Сол ішкеннен әзірге дейін ішіп келемін. Қазір енді диагнозым жақсы. Сонда менің өзіңізге разы болып тұрған жерім, сізбен тілдескендегі бір ана дәріңіз емес, бір ауыз сөзіңізге разы болдым. Енді аманшылық болса саған шипа қылады. Сол бір ауыз сөзіңізге сеніп, сол ғана айтқан сөзіңізге осындай сырқатым сақаяды деп сол сөзіңізге сендім дағы, осы дәріні жүріп кетейін. Соныма қарай шипасын берді, жақсы ойлағанымдай болды. Өзім сол осы әдеттегі тұрақты жың-жаң адамдай болып кетіппін, жақсы болып кетіпті. Бұрын не бетке төмен болатын бәрі ойдағыдай болыпты. Қатты қуанып жатырмын. Содан жолдасым айтып жатыр, мен ол кісінің дәрісінен гөрі сөзіне разы болдым деп. Сол сөзді бір жақсы айтып еді көңіліме. Егер біреу бүйтіп барасың, айтып барасың десе көңіліңе келеді ғой, сол секілді. Бір ауыз сөзіңіз менің сол жүрегіме сіңіпті. Разы болып жатырмын аға. Сіздің де саудаңыз күшет болсын, бара-шағаңыздың қызығын көріңіз. Әрдайым аман жүріңіз. Бұдан енді жақсы тілдесіп, сырласып тұрайық. Бауыр қалайсың, ақуалың жақсы ма, амансың ба, бала-шағаларың аман ба? Ой, жарайды, жақсы болыпты, рахмет, біз де естіп қуанып жатырмыз, риза болып жатырмыз мінекей. Бұл өніміміз әтен көптеген бауырлардың алқауына десті. Құдайға шүкір, енді осы күнге дейін көптеген осы алған бауырлар елеп ескергендер айтып жатыр. Өнімін көрдік, пайдасын көрдік деген осы бір затты көзіміз жеткеннен кейін шығарған едік, әйтеуір ұятты болмадық затқан адамға да. Сол үшін өздеріңе рахмет. Жалғасын таусылған жоқ шығар, тұтына бер, күніге 2 рөмке жетеді ол арақ деген. 3 күн 4 арақ деген бір талай уақытқа жетеді.